Қайырлы күн ханымдар. Бүгін біз кешегі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Яғни кешегі сабақта біз тігін машинасынан адамдардың қорқынышын ең әуелі қалай жеңуге байланысты айтқан болатынбыз. Ол видеоны көрмеген болсаңыздар, парақшама өтіп, сол видеоны көруге кеңес беремін. Ал бүгін біз қалай инені сабақтаймыз және де инесін дұрыс қоюды үйренетін боламыз. Мен де қазір машинкамда ине қойып тұр. Иненің өзі, міне қарап тұрсаңыздар, мына бір жағы кішкене дөңес болады да, ал бір жағы осындай тегіс болады, жазық болады. Осы жазық жағын не болмаса, тағы да мынандай белгісі болады. Мына дөңес жағында ұстасаңыздар, мынандай бір сызық болады инелерде. Осыны мына дөңес жағын өзімізге қаратып, ал тегіс жағын мынау әсіресе бытовой машинкаларды арт жаққа қаратып инені қоятын боламыз жайына. Және де инені мен көтеріп қоямын, өзі тіреледі. Сол жерге қойып, болтын бұрап қоямыз. Сонымен біздің инеміз дұрыс қойылды. Егер инелеріміз дұрыс қойылмаса да, кейде тіккен кезде дұрыс тікпей қалады. Ал енді инемізді сабақтап көрейік.